Қайырлы күн, қадірменді YouTube көрермен, сіздермен ақпараттық танымдық канал денсаулық, байлық арнасы. Сіздерді өзімнің каналымда көргеніме қуаныштымын. Қадірменді YouTube көрермен, қазақша контентті қолдап жатқандарыңызға ризашылығымызды білдіреміз. Бүгін сіздердің назарларыңызға фантаны ұсынбақшымыз. Алдыңғы видеода көргендеріңізде коланың адамның денсаулығына тигізер орасан зор зияндығы айтып түсіндірілді. Бірақ сонда да адам баласы өз денсаулығына ненің зиянды, ненің кері әсері бар екенін өзі ғана таңдау жасау арқылы ішіп жей алады. Фанта Кока-Кола компаниясына тиесілі газдалған алкогольсіз сусын атауы. Қазіргі таңда әлемде фантаның 90-ға жуық түрі шығарылады. Апельсин, манго дәміне ие фанта дүние жүзінің 180 еліне тараған. Сусын 2-ші дүниежүзілік соғыс кезінде Германияда пайда болған. Алғашында фантаны алмадан және ірімшіктен жасаған. Джо Книп жұмысшылар арасындағы сайыста фанта атауын таңдаған. Фанта сөзі неміс тілінен аударғанда фэнтези, яғни қиял деген мағынаны білдіреді. Фантаны Германияда ойлап тапқан және ол алғашында сары түсті болған. Бразилия елі фантаны көп ішетін ел болып табылады. Неге екені белгісіз, осындай алкогольсіз сусындарды көпшілік шырын деп жиі шатастырып жатады. Бұлар ешқандай да шырын емес. Бұл су, синтетикалық ароматизатор, тәттілегіш, бояғыштар және осы 4 құрамнан жасалған жасанды дүниелер. Неше түрлі жарнамаларда бұл сусындардың еш зияны жоқ деп жақауратқанмен бәрібір бұлардың адам ағзасына тигізер зияны орасан. Фанта бұл газдалған сусын. Әр газдалған сусында қант пен қышқылдар кездеседі. Бұл элементтер асқазанға қатты әсер етеді. Газдалған сусын ішкен адамның тәбеті қашады, әрі олар шөлді қандырмайды. Ал тәтті қышқылды элементтер асқазанға түскен бойда майға айналып, артық салмақтың қосылуы мен қант диабеті ауруының пайда болуына ықпал етеді. Қант диабетімен ауыратын жандар газдалған сусын орнына минералды су пайдаланғаны жөн. Газдалған сусындар тіс түсінің қараю мен кариес түсуіне жол береді. Сол себепті әрқашан газдалған сусын, әсіресе кола мен фантаны ішкен кезде түтікше, яғни трубочканы пайдаланған жөн. Сусын құрамындағы қышқылды элементтер тіс эмалін әлсіретеді, сондай-ақ тіс ауруларының тууына әсер етеді. Газдалған сусын құрамында лимон, алма және тағы басқа жеміс-жидектердің қышқылы, кальций мен ортофосфор қышқылы кездеседі. Бұл элементтер сүйектегі кальций мөлшерін азайтады. Сол себептен сүйек әлсіреп сынғыш келеді. Асқазан мен ішек құрылысында сусын құрамындағы көмір қышқылда газ кездеседі. Ол сусынның ұзақ сақталуына ықпал етеді. Біз мұнда қандай да бір өнімді жаман аттығып көрсету мақсатында емес, адам баласы білсін. Білген ойда ол өзінің сол ақпаратын қалай пайдаланады қарай байланысты.